Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ, биік әрі дәмді болып шығатын пирогтың жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Жасалу жолы өте қарапайым әрі оңай. Егер де видео қызықтырса, соңына дейін қараңыздар. Пирогымызды дайындау үшін ең алдымен 5 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Одан кейін миксердің ең жай жылдамдығына қойып, көпіртіп бастаймыз. Одан кейін 1 шай кесе қантымызды осылай ақырындап сала отырып, әппақ көбік болғанша араластырамыз. Мінекей біздің тестамыз әппақ болып шықты. Енді ұнымызды дайындаймыз. 1 шай кесе ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышты және 2 шай қасық какаомызды саламыз. Одан кейін осының барлығын електен өткізіп, біздің тестамызға салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басыңыз, және де менің алдағы уақытта шығатын видеоларымды жоғалтып алмау үшін колокольчикті баса отырыңыз. Әрі менің дәл осы видеомды жатқан болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді біздің пирогымыздың өте жұмсақ, сочный шығу үшін осылай 1 шай кесеге азғантай сүт пен сұйық май қосамыз. Екеуінің қосындысы жарты шай кесеге де жетпейтіндей, өте азғантай болса жеткілікті. Осыны біздің тестамызға құйып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін пергамент төселген формамызға осы тестамызды құйып, шамамен 150-180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан мен градустарында әртүрлі айтып жатырмын. Және де бір ескеретін жайт, міндетті түрде пешіңізді алдын ала қыздырып қойыңыз. Енді пирогымызға крем дайындаймыз. Бұл крем өте қарапайым, өйткені қаймақпен қойытылған сүттен ғана тұрады. Яғни сгущенка мен сметанды бір-бірімен араластырамыз. Егер де крем өте қою деп ойласаңыз, үстіне тағы да қойытылған сүттен құйсаңыз болады. Егер қоюды ұнатсаңыз, қойытылған сүтті аздау қойсаңыз болады. Яғни өз қалауыңыз бойынша. Енді пирогымызды алып, осылай шеттерін бірдей етіп, пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Одан кейін кескен жиегін бетіне себу үшін бөлек ыдысқа үгітіп аламыз. Пирог өте құрғақ болмас үшін біз пропитка дайындаймыз. Сгущенканың үстіне мен осылай су құйдым, сұйықтау етіп алдым. Өйткені біздің пирогымыз суланып, жұмсақ болып тұру үшін бізге сұйықтау болғаны жақсы. Одан кейін осылай щетканың көмегімен үстіне пропитканы құйып шығамыз. Бұны біздің пирогымыз суығаннан кейін жасаймыз. Дәл солай кремді де пирог суығаннан кейін жағамыз. Барлық жағына біркелкі етіп кремімізді жағып шығамыз. Одан кейін қолымызбен үгіткен жиегін, яғни печенесін бетіне жақсылап сеуіп шығамыз. Одан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырсаңыздар да, немесе бірден кесіп жіберсеңіздер де болады. Мінекей достар, көргендеріңізде жасау жолы өте оп-оңай, қарапайым тәсілмен жасалады. Өте биік, жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрі арнама тіркеліп, колокольчикті басып қоюды да ұмытпаңыздар. Видео пайдаңызға жарасын.